информация береміз 28 марттан 5 ноябрь қатып. Барлық көзеш түшіру астында біздің 2262 кіші болды. Біздің енді мына анализдар бойынша әзір проблемалар бар. Эпидемияның бойынша біздің барысы 2053 анализ алынды. Бұл күнде әзір 1878, біздің в работе тұра 175 анализ. Ушалының лабораториясы бек жоғарақ анализға ерген біздің. Жоғарақ вақытында электронды анализдарын. Бұл күнде біздің амбулаторлы лечение алулар ОЕВ бойынша 246 кіші, пневмония бойынша 178, и біздің шалда тұра біздің 43 кіші лечениялар, инфекционный больница шалда. Подтвержденный COVID официально тұра біздің 14 кіші, біздің цифрлар бұл күнде 4 кіші, 5 ноябрьда 2 кіші тұра лечение алулар келген. Структура бойынша біздің пневмония бойынша дауаланған біздің тәшкілетті 60,7%, лечение алулар бұл мүмкінді 31-де 3%, һәм өлгендер проценті 1,8% тәшкілетті. ОРВ бойынша 13 кіші 1,8%. Қайсы сұрақтан? Бұл 28 марттан 5 ноябрь қатылы. Ошол диагноз бұдан, е? Чисто пневмония қатылы диагнозы. Evet. ОРВ бойынша енді біздің вылеченілер 81% тәшкілетті, и амбулаторный лечение алулар 19%, 246 кіші. Біздің прирост обращение по поводу ОРВ и пневмонии тәшкілетті енді біздің мына жиі 1 ноябрьда минус 56% 19 кіші болған, 31 октябрьда біздің плюс 44% 43 кіші болған, 2 ноябрьда минус 67 кіші болған, 3 ноябрьда 29 кіші болған, плюс 314% тәшкілетті, и 4 ноябрьда 31 кіші, плюс 7%. Наибольшее количество обращений по поводу ОРВ и пневмонии 27 марттан по 5 ноября. Біздің ОРВ бойынша 13 июльда болған 28 кіші, анасын 33 кіші болған 20 июльда, и 30 кіші болған 19 октябрьда. Пневмония бойынша біздің 16 октябрьда 30 кіші, 26 октябрьда 34 кіші болған, һәм 27 октябрьда 25 кіші болған. Мына пневмония біздің көп уже осенний сезонда біздің көбірек кіші тәшкілет етіп тұрады. Еженедельная динамика обращений по поводу ОРВ и пневмонии в течение 1 месяца. Біздің 9 октябрьдан 15 октябрьда плюс 75 кіші, 127%-қа көбейе 134 кіші болады, 16 октябрьдан 22 октябрьда плюс 34 кіші, 25%-қа 168 кіші болады. Һәм 23 октябрьдан 29 октябрьға плюс 16, 184 кіші болады, плюс 10% тәшкілетті, һәм 30 октябрьдан 5 ноябрьға минус 67, 117 кіші, минус 36%. Біздің ОРВ, еженедельная динамика обращений по поводу ОРВ в течение месяца. 9 октябрьдан 15 октябрьға плюс 1, плюс 130% 90 кіші, 16-сынан 22-сіне 1 кішіге артты, 1% 91 кіші бар біздің. 23 октябрьдан 29 октябрьға 94, плюс 3,5%, и минус 20 кіші, 30-нан 5-сіне 74 кіші, минус 21 кіші. Так, еженедельная динамика обращения по поводу пневмонии в течение 1 месяца. 9-нан 15-сінде 21 кіші артты, 44 кіші, плюс 20%, 16-сынан 22-сіне плюс 33, 75% қапқа 77, ең көбі біздің тәшкілеттен 23-сінен 29-сына плюс 90 кіші, плюс 17%, һәм 30-нан 5-сіне плюс минус 47, 43 кіші, минус 52%. Біздің эпидемиология мына заболеваниеміз бойынша біздің ұзғанымда шағыштырып қарағанда 10 ойға енді артып келе, біздің пневмония 239 зарегистрированный ұзғанып ойға, биыл 379, плюс 340-қа артығырақ. Заболеваемость тәшкілетті ұзғанып болған 803, на 100 тысяч населения биыл 1970. Бұл 145%-қа артқан енді. ОРВ-ні қарасақ, анализ өткізсек 871 болған. Ұзғанып биыл 1781, 87, 916 кішіге артығырақ. И заболеваем біздің тәшкілетті ұзғанып болған 2929, биыл 6081, ұмың населениеге 107%-қа артқан болып тұрады. Өлген кішілеріне алсақ, есепке алсақ, ұзғанып болған 397, биыл 463, 36 кішіге көбірек болып тұрады биыл. И біздің смертность тәшкілетті енді ұзғанып болған 16-0, биыл 17-7.
Татарстан боюнча алсак, мына 9 айга информация келди биздин. Узган ел булган 11, быйыл 12 җиде. Шу биздин кичкеле артырак барабыз. Общий исем. Дагы әйтеп китәс кирәк инде ушул прививкалар буенча, потому что безнең кроме бу ниләр буенча безнең сезонны грипп сезоны ОРВИ бар, шуңа күрә бу прививки против гриппа читкә калдырамыз. Кайткан вакциналарыбыз практически эшләп бетереп барабыз. 8780 доза кайтты, 8780 эшләнгән, 100% булып тора безнең. Безнең план буенча инде 17630 эшләнгән 8780 49.8% тәшкил итеп тора. Балалар саны безнең план буенча 4280 2640 эшләнгән 61.7% тәшкил итеп тора. Бу безнең тагы вакцина кайтарак кайтып, без аларны эшләп барырга тиеш булып торабыз инде. Без әйтеп китүемчә инде менә безнең 2 фильтр бокс эшләп тора. Кешеләр киләләр, менә бу бәйрәм вакытында да байтак кына кеше килде, алай шимбә кичә инде әзрәк ялкын булган күрә инде әзрәк кимрәк шикелле, но инде бүген тагы күбәйер булмай, скорее всего, душанбы көнне обычно күп була инде ул. Авырларны иншаллага җибәреп торабыз. Шуңа күрә аерым зал анда оештырдык көтүкләргә инде, сестралар чакырып әйтәләр анда. Bunu İngilizce palattına da Палаттан прибирсак да, нече. Ну, пока şu 2 фильтр бокс булай. Tasında ясно. Булай средний барып тора инде безнең. Теге күп булганда 24-25 була, обычно теге әзрәк булганда 10, 12, 13 ялкындар мәсәлән кимейді, шушы урында пока бара. Аның буенча әйтеп китәм, тоже шушы менә үзем хәйнә әйтеп китте, коллективларда тоже внимание берилә кирәк, температура чыгулар коллективларда калмасыннар, алар как источник инфекции, заразный период, как раз булганда аларның конец инкубация начала клинических проявлений шуңа күрә алар инде үйләрендә дәвалансыннар инде. Yani сөйләшүдән соң дарулар буенча ничек? Дарулар буенча инде без инде амбулаторияларга бирәбез, язып бирәбез, үзебезнең әйттем бит уже безнең 9-нчы версия, шушы 9-нчы версия буенча язып бирәбез. Теге жоллап алалар инде, аптекалар безнең күп бит инде, шулардан без язган буенча инде пока алалар инде тиләрне, даруларны. Безнең инде анда арбидол, коронавирус противовирусный, антибактериальный азитромицин, анасан грипперон, витамин D, аскорбиновая кислота, пока аларны битәрне алып лечение аларында булды. Там витамин кислота аларда аларында. Nej. Barabırısında ne bulsağız yetekçiler oturab ettiğinde. Problemalar var. Üreйтip olmay şolaklar boyunca da mesele var mı bu? Darulар буенча безнең проблемалар бар, ана антибиотиклар буенча әйтеп киттеләр, теге противовируслар буенча тоже әйттеләр. Но алар без әйтәбез, без стандарт буенча назначить итәбез, аларның заменительләре ниләре бар. Потому что без стандарт буенча әйтмәсәк, теге помешакта авырлар тарафыннан чаралар булса, тикшергәчтән безгә тоже предписание язалар. То, что без беренче көннән стандарт буенча лечение бирмәенчә, значит, как бы запускаться это заболевание, и шуңа күрә тяжелый случай булганда инде безне гаеп итеп куялар. Шуңа күрә инде башка төрле тоже анда заменяющий препаратлар безнең бар анда. Шуңа күрә аларны использовать итәргә була инде. Противовирус. Безнең анда стандарт буенча арбидол бар бит противовирус. Но анда безнең ингибилин бар булганда тоже влияет инде. Тамифлу бар, кагацел бар, ну коронавирус бар, анса кыйбатрак препарат инде анса, фавопиравир. Анса где-то порядка 1000 тора. И безнең инде препарат химия тоже итетропный вирусқа каршы гидроксихлорохин, анса бу мөмкиндә безнең бар. Кыйбатлы дарулар бездә бар икән апетиты. Әгәр безнең разнаряд кайта, немешә язмыйсыз, не авырлы омлар дип әйтәләр безгә, анышын. İnşallah baka kabul eder. İnşallah kabul итә. По строгим показаниям, иншаллах kabul итә. Форс-мажор булса инде үзебезнең неге больницага салабыз. Бу көннәрне икәү иде, тагы икене салдык, 4 кеше ята безнең пневмония белән. Ama ne? Kimgadir ihtibar etmeyince, kimlerdir bilmeyince ölüp gitmesin yani. Şol turda söz var. Шуңа күрә инде без әйтәбез, безнең скорый помощь эшләп тора, йөреп тора, карап тора. Бар врачи общей практика бар, участковый терапевтлар бар. Алар буенча бүтән инструкциялар таратылган, бирелгән. Без менә шу бүтән списокларны электронный почта белән аларга биреп торабыз, чтобы контрольдә булсын, чтобы анда безнең тяжелый хәлдә өйдә запущенный случайлар булмасын. Потому что запущенный булса, анда тиз развиваться итә. Шуңа күрә алар игътибар içinde kalsınlar. Şol миңа хәтле мавыш тәнитәргә,
Şaltıratırda eğer ağır kaldığı kişi var iken sırıştı var bizge cibere gerek değil. Şallığa cibere. Тяжелый болғанда біз аны сөйлесеміз, кетеміз, жібереміз. Но аны қойберлер не транспортарный болғанбыз, оны сен де біз реанимациясы бар. Порядке суицид атасымыз бар. Buluk teknolojinin birisi. Береміз. Так, сөйлештік алайса сұраулар yok mu мұқтадыр аппараты? Вакцина біздің планлаштырылған 33 вакцина бар коронавирусқа қарсы. Әлі қайта жетілмеді. Бізге енді задание берілді, то, что біз определенный контингентін әзірлеп қойған, біз оларға енді Ноябрь, декабрь деген епеді. не қайтты, то, что хоты келді, то, что нашын вакцина келесек дейм. Әлі пока бізге келмеді. Ну, мен ихтибар етесім керейінде, особенно группа риска, қан томырлары ауырған кішілердің, сахарный диабет, оларда ауырлығы тәйінді. Шушында ауырлар, үлкенлер 65 старшы, мына шуларға ихтибар бере керейін. Олар жоқса, mesela жүрмәсінләре, үйлеріндері ұтысынлары, ихтибардың ортасынлары өзлеріне. Ноябрь, декабрьда вакцинация қайтырға тиіш, балаларды вакцинация өткәргә тиіш. Халыққа деген не бар, шулай олаш. Біз аны әзірләнергә тиішті, біздің барақытығыз жоқ енді. Түрлі сүлдер бар вакцина аппараттар, шулай олаш. Қарақтар болмай болған кірген. Әлімса 33 күн дейді, олар. Жоғанда поголовно дейді, ноябрь, декабрь, Мәскеуде бір башларға тиіштер. Поголовно вакцинация. Егермеден артық кетейін, егермеден артық не бойынша, ел бойынша. Пока спорт қатары бармай, шолармен пока болмай тұрай, көпмедір плюсты бар. Республиканы бойынша көпмеден саны %10-ны көрсетті, республика 60-70-ні көрсетті, білмеймін маңызы, но ел бойынша пока роста. Шуңа күрі линияда қоясыз. Шартларда толыра керек, рентгенге кіруні тәртіп басалырыстан, постоянный контролда тұтты, бұны айдарап қашта шығара тейші деймін. Шығара тейші. Біздің бар кішілеу бұлай, біздің бір рентгенолог, алмана болсы көп болғанда, действительно, потому что рентген обсервен күшті, практически бүтін кілексін рентген қайырады. Бүтін кішіде кіті түшелмей. Түшелмей. Шуңа күрі рентгенді қатя баларын түшіріп біз диагноз приоритет болсаға қояды. Но біздің квота бойынша кіті бар, ол теге тұттымда, оны кіті қайырады, кіті біздің рентген вполне нормально түшілді. Усиление легочного высока берейка, она 88% берейка.